Мен сіздермен құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойындар, асық ату, шекемтас, бестайыс ойынының ережелері. Сабақтың мақсаты асық ойыны туралы түсініктерін кеңейту, ойынды ережеге сай ойнату, оқушылардың ой-өрісін, ептілік, мергендік, шапшаңдық қасиеттерін дамыту, оқушыларды ұлттық ойындарға қызықтыра отырып, ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Техникалық қауіпсіздік ережелерімен таныстыру, шекемтас және асық ойнайтын бөлмені тазалап, кедергі келтіретін заттарды алып тастау керек. Сергіту сәтіне назар аударайық. Оқушылар. Ал балалар, бестас яғни шекемтас көбіне қыздар ойнайтын ұлттық ойын. Ол үшін домалақ ұстауға ыңғайлы бес асық немесе бестас отырып ойнауға ыңғайлы тегіс жер керек. Ойын бірнеше сатыдан тұрады. Бірлік, екілік, үштік, төрттік, алақан, төртбұрыш, арттан тастау. Яғни бірлік ойыны бойынша ойыншы бес тасты жерге шашады, таңдап алынған қақпа тасты бір қолмен аспанға лақтырады да жердегі біреуін көтеріп қайта тосып алады. Қалғандарын осылай бір-бірлеп кетереді. Бұл жолы екі тастан, екіншілік бұл жолы екі тастан көтереді. Үштік тасты бірге бір рет жеке, бір тасты екінші рет жерден көтереді. Төрт тасты бірге көтеру керек. Алақан төрт тасты бір-бірлеп алақанға жинайды. Төрт бұрыш төрт тасы төрт жерге төрт бұрыш жасап қойып, оларды тез-тез жинап алады. Арттан тастау бірліктегідей бір тасты жерден көтеріп алады. Қақпа тасты лақтырып, екіншісіне көтергенше алғашқысын қолдың артынан жерге тастайды. Осылай бәрін тастап болғаннан кейін оларды түгел бірге көтеру керек. Ойынның басқа да сатылары бес тас көбіне бір қолмен ойналады. Тастарды түсіріп алған немесе шартты орындай алмаған ойыншы келген сатысында тоқтайды. Ойынды келесі кезектегі ойыншы жалғастырады. Ойын сатылары әртүрлі, әр жерде болуы мүмкін. Сатылар санына шек қойылмайды. Асық қазақ халқының ұлттық ойыны, баланың ермегі, сүйікті ойыны болған. Асық қазақ халқының ырымындағы қадірлі сүйектің бірі. Асық ойын ерте кезден батырларымызды мергендікке тәрбиелеген. Асық атаулары құлжа, арқар атаулығының асығы, сақа, арқардың асығы, жабайыт, еліктің асығы, асық қой мен ешкінің жілігі, шүкмәйіт, қозы мен лақтың асығы. Асық иірудің өз атаулары бар. Асықты шиырып иірсеңіз, ол 8 түрлі жағдайда болады. Алшы, тәйке, бүге, шүге, қыңжы, тоққа, омпы, шомпы болып жерге жатады. Әрине, көбінде бүгесі мен шігесі көп болады. Асықты жерге иірген кезде 4 түрлі қалыпта түседі. Алшы асықтың түрк тұрғандағы алшыға қарама-қарсы томпақтау жағы. Бүк асықтың шалқасынан жатқан томпақ беті. Шік бүкке қарама-қарсы асықтың етпетінен жатқан ойық жағы. Шеңберден ара қашықтық 4 метр.
бәйге ойыны. Әрбір ойыншы 5 асықты тігіп шеңбер жасап ойнайды. Өздерінің сақасын иіру арқылы, мысалы, алшы тұрса, асық тәйке тұрса, 3 асық, бүк тұрса, 2 асық, шік тұрса, 1 асық алға жүреді. Шеңбер болып қоршаған асықтың қай ойыншының асыға мәреге бірінші жетсе, сол ойыншы жеңімпаз болады. Құмар ойынға 2-4 адам қатысады. Олардың асығы жақсы жоңылып, табаны қайрылған 4 асығы болуы керек. Ойыншылар өзара келісіп, жеңімпазға жүлде 4 шік не 4 алшы не 4 тәйке түсірсе, жүлденің жартысын алады. 4 асық 4 түрлі түссе, онда тігілген жүлдені түгелдей алады. Осылайша ойын жалғаса береді. Асықты мұртына не жамбасынан тұрғызуда омпа дейді. Омпы ойыны тегіс алаңда, жазық жерде, тіпті үлкен бөлмеде де ойнала береді. Ойыншы саны неғұрлым көп болса, ойын өте қызықты болады. Ойын мақсаты көп асық ұтып алу. Ойыншылар арасында 20 қадам 2 көңбе сызады. Көңбенің тең ортасына сызық бойына әрқайсыны 2 асықтан тігеді. Тігілген асықты тап ортасына бір асықты омпысынан тұрғызады. Балалар кезек-кезек сақалармен 10 қадам жерге омпыны атып түсіруге, асық ұтып алуға кіріседі. Егер атушы омпыға бірдей тигізсе, онда тігілген бар асықты сол алады. Ал омпыға тигізе алмай қалса, тұрған асықтардың біреуін тигізсе, сол асықты ғана алады. Асық жаңартыла тігіліп, ойын жалғаса береді. Асық ойынның халық арасында кең тараған басқа да түрлері бар. Ал балалар, сіздерге мынадай тапсырмалар беріліп отыр. Асық қандай ойын? Асықтың қандай түрлерін білесің? Асық 4 жағы қалай аталады? Бір-бірлеп ата. Қандай асық ойынның түрлерін білесіңдер? Жазып қоюларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.